Бүгін Қордай аудандық полиция бөлімінде нөмірі 18-ші спорт мектебінің оқушыларымен профилактикалық кездесу өтті. Іс-шара жасөспірімдер арасындағы құқық бұзушылықтың алдын алып, азаматтардың сауаттылығын арттыруға бағытталған. Толығырақ тілші материалында. Профилактикалық іс-шараға спорт мектебінің білім алушыларынан бөлек ауданға қарасты ауылдардан да оқушылар арнайы жиналды. Сондай-ақ полиция қызметкерлері, спорт саласының мамандары, психологтар мен теологтар да қатысып, жастар тәрбиесі мен құқықтық мәдениет төңірегінде ой бөліскен. Жиналғандар жасөспірімдерді жаман әдеттерден аулақ болып, спортпен шұғылдануға шақырды. Негізінен жалпы алған кезде спортпен тұрақты түрде айналысқан адам, былайша айтқанда кәсіби спортпен айналысқан бала, ол егер сабағын жақсылап қадағалайтын болса, спортқа жақсылап көңіл бөлетін болса, ол балалардан ондай оқыс қылықтар шықпайды деп ойлаймын. Басты мақсаты спортшылардың арасында, спортшы оқушылардың арасындағы әлімжеттік, буллинг, зорлық, зомбылықты алдын алу мақсатында, яғни бұл профилактикалық жұмыс. Жиын барысында спорт мектебінің басшысы мұндай тәрбиелік шаралардың маңызына тоқталып, жаттықтырушыларға әр сабақ сайын тәртіп пен жауапкершілік мәселесін жете түсіндіруді тапсырды. Айта кетейік, қазіргі таңда Қордай ауданында 70-ге жуық бейнебақылау камерасы жұмыс істейді. Мамандардың сөзінше, бұл камералар қоғамдық қауіпсіздікті күшейтіп, құқық бұзушылықтарды жедел анықтауға көмек болмақ. Спортшыларға санаты болған жағдайда олардың қолдары суық қару болып есептелетіні айтылды, және де құқық бұзушылық жасамау туралы айтылды. Қоса кетейік, аудандағы қылмыстың алдын алуға бағытталған мұндай іс-шаралар алдағы уақытта да жалғасын табады. Айгерім Қожабайқызы, Нұрали Әбиұлы, Қордай 24 Ньюс.